Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды көбейту. Оқу мақсаты рационал сандарды көбейтуді орындау. Сабақ мақсаты рационал сандарды көбейтуді орындайды, ауызша көбейте білу машықтарын дамытады. Енді осы таңбалар әртүрлі екі санды көбейту үшін не істейміз? Таңбалары әртүрлі екі санды көбейту үшін осы сандардың модульдерін көбейтіп, көбейтіндінің мәнінің алдына минус таңбасын қою керек. Таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісінің мәні теріс сан болады. Енді осыны мына жерде мінекей таңбалар кестесін қойдық. Теріс сан мен оң санды көбейтсек теріс сан, оң сан мен теріс санды көбейтсек тағы теріс сан. Демек, таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісі теріс сан болады екен. Міне осыған қазір мына жерге мысал жазайық. Мысалға минус 25 көбейтілген 3 тең минус 75 десек. Теріс сан мен оң санды көбейткен кезде теріс сан шықты. Енді бірінші оң санды жазайық. 7 көбейтілген минус 5 дейік. Сонда шыққан санымыз минус 35 болады. Міне осыдан таңбалары әртүрлі сандарды көбейткен кезде шыққан сан бізде теріс сан болатыны осы жерде шығып тұр. Аны өшіріп барып, әрі қарай өтеміз. Енді екі теріс санды көбейту. Екі теріс санды көбейту үшін осы сандардың модульдерін көбейту керек. Екі теріс санның көбейтіндісі бізде оң сан болады. Мына жерде таңбалар кестесі тұр. Таңбалар кестесінде екі теріс санның көбейтіндісі оң сан. Не осыған қазір мысал жазамыз. Мысалға минус 15 көбейтеміз минус 4-ке. Екеуі де теріс сан, балалар. Екі теріс санды көбейтсек, оң сан шығады. Сонда 60 деген саны өзі шығады екен. Одан кейін, егер көбейткіштердің кемінде біреуі нөлге тең болса, онда көбейтіндінің мәні де нөлге тең болады. Не осы тұжырымға да мысал жазайық. Минус 27 көбейтілген 0 тең 0. 0 көбейтілген минус 18 тең 0. Міне екі көбейтіндінің кемінде біреуі нөлге тең болса, онда шыққан сан да бізде нөлге тең болады екен. Енді әрі қарай өтейік. Осыдан енді келесі мынандай ауызша есептер беріледі. Осы ауызша есептерді шығаруға болады. Оң сан мен теріс санның көбейтіндісі бізде теріс сан болады. Сонда плюс 7 мен минус 4-тің көбейтіндісі минус 28 болады. Мен бір қатарын жазып көрсетейін сендерге ауызша болғанмен. Минус 28 болады. Мына жерде екі теріс санның көбейтіндісі оң сан. Оң сан болған үшін 48-дің өзі ғана жазылады. Мына жерде таңбалары әртүрлі сандар 8 пен минус 5-ті көбейтсек, минус 40 болады. Таңбалары әртүрлі сандардың көбейтіндісі теріс сан дедік. Минус 6 мен 4-ті көбейтсек, таңбалары әртүрлі сандар бұларды көбейтсек, минус 24 деген сан шығады екен. Келесі мына жердегі көбейтуді орындайтын болсақ, минус 1 мен 10-ды көбейтсек, теріс сан мен оң санды көбейтсек, теріс сан шығады. Екі теріс санды көбейтсек, бізде оң сан шығады. Осылай ауызша жазуды
ауызша орындауға болады екен. Енді келесіге өтетін болсақ, балалар, мына жерде көбейтуді орындамай-ақ салыстыру керек екен. Көбейтуді орындамай-ақ салыстыру үшін бұның нөлмен салыстыру, мына жерде нөлмен салыстыру үшін балалар таңбаларын біліп аламыз. Бірінші, мына екі сан теріс сан. Минус 13 көбейтілген минус 23. Теріс сан мен теріс санды көбейтсек бізде оң сан шығады. Оң сан барлық уақытта үлкен нөлден. Одан кейінгі 14 көбейтілген минус 16. Таңбалары әртүрлі сандарды көбейтсек, бізде теріс сан шығады. Теріс сан барлық уақытта кіші нөлден. Міне осылай шығарып кете беруге болады нөлмен салыстырғанда. Келесі слайдқа өтетін болсақ, келесі слайдта бізде мынандай өрнектің мәнін табу берген. Осы өрнектің мәнін табуда, балалар, мен қазір сендерге үйретемін. Дәреже. Бізде екі теріс санды, таңбалары әртүрлі санды деп екі сан туралы айттық. Мына жерде енді дәрежесіне қарап, екі сан, үш санның көбейтіндісі беріледі. Мысалға, минус 3-тен 2-нің 2 дәрежесі болса, ол мына сандардың квадратын табамыз. Онда бізде теріс санға көбейтсек, оң сан шығады. Яғни 3-тің квадраты 9, 2-нің квадраты 4. Сонда жұп дәреже болса, бізде оң сан шығады екен. Келесі, минус 3-тен 2-ні тағы аламыз да, осының 3 дәрежесі дейміз. 3 дәрежесі бізде мына жер тақ дәреже болатын болса, онда теріс санның дәрежесі тақ болатын болса, онда шыққан санымыз теріс сан болады. 3-тің 3 дәрежесі 27, 2-нің 3 дәрежесі 8. Сонда ұстан тұжырым жасасақ, теріс санның жұп дәрежесі оң сан шығады, теріс санның тақ дәрежесі теріс сан шығады екен. Міне осыған қазір мына жерде бір-екі нөлмен салыстыруды орындап кетейік. Минус 6-ның 10 дәрежесі деген, 10 дәреже жұп дәреже демек шыққан сан, оң сан болады, онда ол нөлден үлкен, нөлмен салыстыр деген. Енді минус 15-тің 5 дәрежесі деген, 5 бізде тақ сан. Демек, минус 15-тің 5 дәрежесі бізде теріс сан шығады. Теріс сан бізде нөлден кіші. Кіші нөлден. Міне. Осындай қылып салыстыруға болады екен. Енді әрі қарай келесі слайдта берілген мәліметтерді көрсетейін. Бұл жерде әрбір көбейтіндінің мәнін тап деген. Енді жаңағы айтқандай дәрежеге қараймыз. Бірінші 15 көбейтілген минус 1-дің, мына жерде 3 рет көбейтілген 3 дәрежесі. 15-тің өзін жазамыз да, минус 1-дің 3 дәрежесі тақ дәреже 3, сол үшін бұл жерден 1 шығады. 15-ті 1-ге көбейтсек, 15. Одан кейін, мына жерде 15-ті көбейтеміз. Минус 1-дің 40 дәрежесіне. 40 бізде жұп сан. Сонда 15-ті көбейтеміз. Кешіріңдер балалар, мына жерде минус 1 болады. Минус 15 шығады. Мына жерде жұп сан болған үшін минус 1-ден бізде оң сан шығады. 15-ті 1-ге көбейтсек 15 деген сан шығады. Одан кейінгіде 15 көбейтілген минус 1-дің 4 дәрежесі. Мына жерде 4 рет көбейтілген 4 дәрежесі. Жазамыз 15 көбейтілген жұп дәрежеден оң сан шығады. Демек 1 шығады. 1-ді 15-ке көбейтсек
15. Мына соңғысында, мына жерде 15-ті минус 1-дің 39 дәрежесіне көбейтеміз. 15 көбейтілген минус 1-дің 39 дәрежесі. Бұнда тақ дәреже болған үшін минус 1 шығады. Теріс сан шығады. 15 көбейтілген минус 1. Сонда бұл жерде минус 15 шығады екен. Міне балалар, осы жерде өтілген мәліметтерді сіздер өз керектеріңізге жаратыңыздар, сабақта қолданайық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.